Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Аналмай каналы. Бізде бүгін новый видео и новая распаковка. И бізде бүгін бір новинка. Бұл бізде коллекция стикері из WhatsApp. Неге осындай коллекция, осындай кружка, кофе. Бұндай коллекцияны мен әлі ешкімнен көрген жоқпын. Және бұл жерде бізде 8 пакетик и осындай открывашка и 8 наклейка. Неге бұл коллекцияны мен осы жақта жасадым. Сол себепті ондай әдемі болмай қалған. Өйткені менде консилер заттар жоқ. Және де ал сіңілімнің коллекциясы алдағы видеоларда шығады. Біртіндеп шығарам. Және де бізде бүгін бір коллекция аяқталынады. Коллекция мешіт коллекциясы бүгін аяқталынады. Және де біз бүгінгі видеода барлығына бірінші пакетиктер таңдаймыз. Бір қыз сұраған болатын. Бізде бүгін видео сонда осы екі поп-итке асмыр болады. Және де екеуінің текстурасы екеуі өзгеше. Видео сонда көресіздер. Біреу осындай Among Us и осындай домалақ поп-ит. Әрине ол трендтен шығып кетті. Вроде шығып кетті. Бірақ мен сонда да түсіре беремін. Және де алдындағы Айлуна деген қызға көбісі подписация етіпті. Көп рахмет. Және де олардың аватарки жасаймын деп айтқан болатынмын. Бірақ та менде жасайтындай консилерсі жоқ. Ондай әдемі болмай қалуы мүмкін. Мен осыға келгелі тек простой бір қалам сатып алдым. Ол вообще боямайды вообще. Сол себептеден ондай не емес. Ертең ауылға барғаннан кейін міндетті түрде жасаймын. Яғни аватаркаларын 5-6 видеодан кейін шығуы мүмкін. Өйткені мен бұяқта жасай алмаймын. Аватаркаларыңызды әрине кешірім сұраймын. Бірақ міндетті түрде жасайтын боламын. Уәде, міндетті түрде. Бірақ 5-6 видеодан кейін шығуы мүмкін. Әрине кешірім сұраймын. Және де көп рахмет ол қызға подписация еткендеріңізге. Ендеше кеттік, пакетиктер таңдайық. Коллекция Girl. Және де артықшылықтерге мән бермеңіздер. Даладағы балдардың дауысы естіліп жатса егер сіздерге. Коллекция Girl. Бірінші пакетик бізде осындай тауыспен. Коллекция уборка. Алдыңғы видео новый коллекциясы менің нағашы ағамның, яғни менің сіңілімнің. Осындай пакетиктер бар. Осы біреуін аламыз. Домен ба. Және де коллекция жапырақ. Осы біреуін аламыз. Және де коллекция мешіт. Және де коллекция птенчик. Осындай пакетиктер бар. И біз бүгін осы пакетикті аламыз. Мінеки. И коллекция кисточка. Бірінші пакетик бізде осы. И новый коллекция. Стикері из WhatsApp. Осы біреуін аламыз. И осындай пакетиктер бар. Мінеки. Коллекция пляж. Бірінші пакетик бізде осындай топырақпен. Көшет, яғни кілтін алып қояйық бірден. Келесі коллекция ол бізде угадай слово. Бірінші пакетик бізде осы, және де осындай түсті пакетиктер бар. Келесі видеода қандай түсті пакетиктер таңдайын, комментарийге жазып кетіңіздер. И коллекция пазл. Бірінші пакетик таңдаймыз, яғни П әрпін. Мінеки осындай пакетиктер қалды бізде. Машинаның дауысы қатты шығып жатыр. И осындай пакетиктер бізде барлығы 10 пакетик. Және де біздің каталогымыз. Бірінші коллекция бізде
кисточка. Вот, как всегда. Коллекция бірінші кисточка. Так. И оның пакетигін ашамыз. Так, бүгін челлендж ұйымдастырайық. Бүгін пакетиктерді жыртпай ашуым керекпін. Вот. Ал егер жыртсам мен ұтылам, ал жыртпасам сіздер ұтасыздар. Ой. Жыртсам сіздер ұтасыздар, жыртпасам мен ұтамын. Вот, бірінші пакетик бізде жыртылмай ашты. И ішінен бізде осындай кисточка шықты. Так, номер 9 әрине, осы жерге жабыстырамыз. Вот. Өте үлкен кисточка, бұл бізде пудра жағатын, или вот сондай. Так, жабыстырамыз. Мінекей. Осы жерге. Вот. И так, келесі коллекция жапырақ. Так, оның пакетигі, өте үлкен пакетик. Арамыздағы, жоқ. Girl коллекциясының үлкен. Вот, өте керемет ашылды. Так. И бізде бүгін осындай жапырақ. Вот. Мен ойлаймын, бұның номері бізде 4 деп көреміз, бірақ өткен сол жерге тура келеді. Жоқ, номер 5. Ну, окей. Осы жерге жабыстырамыз. Мінекей. Так, келесі коллекция. Коллекция пляж. Вот. И мен қазір ойлаймын, номер 4-ке түсетін шығар деп. Вот. Көрейік енді, дұрыс табам ба, таппайым ба. Давай, жыртылма. Ну, окей. Сәл жыртылды. Ну, ладно. Так, вау, номер 4. Мен дұрыс таптым, бірінші рет. Бірінші рет емес, негізі көп дұрыс табам. Так. Номер 4. Осы жерге жабыстырамыз. Вот. И зонтик бұл бізде күн түспеу үшін. Так, коллекция мешіт. Бұл да әрине номер 1. Ойлаудың да қажет жоқ. Так. И бізде бүгін қандай мешіт екен көрейік. Вот осындай мешіт. Так, бұл бізде қитайский. Вот. Жабыстырамыз. Және де бұл ойында сіздер ұттыңыздар, өткені мен пляж коллекциясын жыртып алдым. Вот. Так, алдыңғы видеода мен ұтқан едім. Ошол сіздер ұттыңыздар. Ойын басталмай жатып, уже бір пакетик жыртылды. Ну ладно. Ары қарай жалғастыра берем, бірақ ойынды жыртпауға тырысам. И бізде мешіт коллекциясы аяқталды. Ондай қатты ұнаған жоқ өзіме. Сіздерге де тоже ұнамады деген ойдамын. Вот. Так, коллекция птенчик. Коллекция птенчик. Вот оның пакетигі. Мінекей. И так, ішінен бізде осындай наклейка шықты. Бұл бізде үкі. Вот. Так, номер 3. Сіздерге көрінбейді әрине. Бірақ номер 3. Осы жерге жабыстырамыз. Вот. Мінекей. Так, келесі коллекция бізде пазл. Мінекей оның пакетигі. И ішінен бізде тағы да бір наклейка. Бұл бізде вот осындай ағаш. Вот. Номер 7. Яғни осы жерге жабыстырамыз. Вот. Так, түзулеп барынша.
Және де өте шулы болып тұр. Дәл қазір өткені мен күндіз түсіріп жатырмын. Барлығы шулы болып жатыр. Терезе тоже ашық тұр. Жапсам уже қараңғы болып, освещение біртүрлі болып қалады. Вроде түзу жапсытырдым. Мінекей. Так, келесі коллекция. Коллекция Girl. Так, коллекция угадай словоны ашып кетейік бірінші. Вот оның беті. Е әрпі түсті. Тек бір қыз ғана тапты бұны. Қандай сөз екенін. Так. Вообще дұрыс ашылмай жүр соңғы кездері. Ну ладно. Так, номер жоқ. Әріп Ж. Ж әрпі түсті бізде. Бүгінгі ойында кәдімгі сіздер жеңдіңіздер. Өткен мен уже екінші или үшінші пакетикті жардап жатырмын. Вот. И вот аштық. Так, номер 5. Осы жерге жабыстырамыз. Вот. Мінекей. Так, енді келесі коллекция ол бізде Girl. Алдыңғы видеода кисточка түскен болатын. Мінекей. Ашайық пакетикті. Так. Вот. Пакетик жыртылды тағы да. И ішінен бізде тағы да духи. I love you. Вот. Духи номер 1. Осы жерге жабыстырамыз. Мінекей. 2 духи болды. Вот, осы жерге. Мінекей. Так, келесі коллекция. Коллекция уборка. Алдыңғы видеода бізде раковинаны тартатын шыққан, но атын білмеймін. Бізде пакетик жыртылды тағы да. Так, енді қалай ашамыз? Қалай ашамыз енді? Вот, осы жерде насечка бар екен. И ішінен бізде вот осындай қоқыс салатын, яғни мусор салатын жәшік. Вот. По порядку жабыстырамыз барлығын. Мінекей. Осы жерге. Вот. И бізде бүгін новинка. Және де оның беті стикері из WhatsApp деп жаздым. Просто номер жоқ. Вот. Перфорация дұрыс ашылмады. Так, и ішінен мен өзімен бір кішкене ғана, өте кішкене ғана самоклейка алып келген болатынмын. Ол уже таусылды. Вот. Бізде осындай стикер. Мінекей. Так. Әрине ондай әдемі болмай қалған. Ну ладно, сонда да жабыстырамыз. Так. Осы жерге жабыстырайық. Вот. И бізде распаковка аяқталды. Енді кезек бізде поп-ит. Вот. Вот екеуін де қатты пытырлайтын жағына қойып қойдым. Мінекей. Бірінші домалақты көреміз. Мінекей. Осындай және де келесі Among Us. Мінекей. Екеуін өздеріңіз көргендеріңізде Among Us өте қатты пытырлайды, ал бұл бізде ондай қатты емес, бірақтан келесі бетіне аударғанда жаңағыдай звук шығарады домалақ. Екі беті де почти бірдей, ешқандай айырмашылығы жоқ. Ал Among Us-тың болса, мінекей ешқандай звук шығармайды мына бетінде. Еще бұны келесі бетке аудару өте қиын, қайттан шығып кете береді. Вот, ешқандай звук шықпайды.
мінекей осылай кіргізу қиын. Бірақ келесі бетінде өте керемет звук. Вот. Бірақ маған екеуінен бұрын өте қатты ұнайтыны осы домалақ. Өйткені білмеймін, екі жағы да өте оңай. Өзіме өте қатты ұнайды осы домалақ Among Us'қа қарағанда. Вот. Осындай екі Pop-it. Және де қазір сіздерге асмыр түсіретін боламын. И вот. И бізде бүгін видео аяқталды. Егер сіздерге менің осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. И всем пока-пока.